Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз түскі асқа картоп және ірімшік қосылған булочка пісіріп үйренеміз. Видеоны басынан соңына дейін көріңіздер, бірге жасап үйренейік. Ал менің құрметті көрермендерім, ондай болса бүгінгі біздің булочкамыздың рецептімен таныстырып өтейін. Бізге 300 грамм сүт қажет болады, бір чай ас қасық қантымыз қажет болады, және жұмыртқаның сарысы ғана керек, ағын бетіне жағуға алып қоясыздар. Және бізге 500 грамм ұн қажет болады. Қазір біз 250 граммын алдық. Ең бірінші бізге жылы суымыз қажет болады. Және бізге дрожжи қажет бүгіндікке. Жылы сүтімізді құйып аламыз. Үстіне жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды саламыз. Жұмыртқамыздың сарысын саламыз. Және де дрожжи, яғни ашытқы. Ашытқыдан бір чай қасық ашытқы болса жетеді. Жарайды, біз кішкене салыңқырайық. Енді жақсылап араластырып алайық. Сүттеріңіз жылы болсын. Неге десеңіздер, дрожжарыңыз, яғни ашытқыларыңыз пісіп кетуі мүмкін, сол үшін жылырақ болсын. Қатты ыстық болмасын, жылы болса болады. Енді ұнымызды салып, жақсылап қамырымызды қолымызбен илей берейік. Мінекей құрметті көрермендер, тестамызды, қамырымызды илеп алдық. Үстіне енді біз 2 ас қасық сұйық май құямыз. Ұмытып баратыр екем, ренжімеңіздер. Тұзымды кейіндеу салдым. Тұзды ұмытып кетіп. Мінекей. Енді қамырымызды бетін жауып, жылы жерге ашығанша бір жарты сағатқа қоямыз. Құрметті көрермендер, мен сіздерге сразу тазалап, жақсылап бәрін дайын күйінде көрсетіп жатырмын. Бізге енді картоп керек. Картоп 700 грамм көп алған жоқпын. Бізге аса көп қажет емес. Картопымыз, қамырымыз асырғанша біз картопымызды пісіріп аламыз. Үстіне бір чай қасық тұз салып, ыстық огоньда пісіріп аламыз оттықта. Ал құрметті көрермендер, біздің картопымыздың пісуіне аз қалды. Бізге бір дана жуа қажет болады. Бір дана жуамызды жақсылап сұйық майда қуырып аламыз. Ал құрметті көрермендер, келесі бізде картопымызды пісіріп, үстіне жуамызды да салып алдық. Қуырылған. Енді жақсылап осыны езіп алайық. Үстіне қара бұрышымызды саламыз. Жақсылап езіп алдық, енді суытып қоямыз. Мінекей құрметті көрермендер, қамырымызды ашып, өзінің мәресіне жетті. Қараңыздар, қандай бұлдырап тұр. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Теңде 2 бөлікке бөліп алып, бір қамырымызды ала тұрамыз. Бір қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Сіздер менде доска екен деп ойламаңыздар, тек қана стол екен деп, столдың бетінде менде пленка бар. Пленка, прозрачный пленка деп болады. Обычный прозрачный пленка. Енді осы жайылған қамырымыздың үстіне сары май жағып шығамыз. Құрметті көрермендер, сары майымызды жағып шықтық, бәрін жақсылап. Енді осылай қамырымызды қатты ортасына дейін кеспей бір-біріне осылайынан шаптайсыздар. Ең жоғарғы қабатын қамырыңызды орап жіберіңіздер.
қамырларыңызды бір-біріне бүгіп жіберіңіздер. Енді осыны морозильникке 20 минутқа қойып аламыз. Ал құрметті көрермендер, картопымызды осындай майда-майда дөңгелек шарик қылып жасап аламыз. Келесі бізде сырды бізде слугуния деген сыр алдық, теркадан өткізіп аламыз. Құрметті көрермендер, енді бізде мінекей ірімшік сыр слугуния. Құрметті көрермендер, сырымыз дайын. Сырдың не обязательно міндетті түрде емес сыр слугуния алу. Қандай сырды жақсы көресіздер, сондай ірімшік, яғни сыр алсаңыздар болады. Мінекей құрметті көрермендер, тестамызды морозильниктен шығардық. Оны қолдансаңыздар болады. Құрметті көрермендер, көлемін 40-50 қылып жайып алдық. Енді келесі бізде осылай тестамызды кешікпен кесіп аламыз, және ортасында мынандай вырездар қалдырамыз. Келесі енді картоғымызды және сырымызды дайындап алайық. Картоғымызды қойып, үстіне сырымызды саламыз. Енді қамырымызды осы картопқа былай ораймыз. Қамырды былай слегка жабыстырып алыңыздар, ашылып кетпесін үшін. Тесталарыңызды астыңғы жағына салып жіберіңіздер, және екі бұрышын біріне-бірін жабыстырамыз. Көрініп тұр ғой бәрі сіздерге. Тесталарыңыз былай ашылып тұрады ортасы, және мына екі бұрышын жабыстырып алыңыздар. Қазір піскен кезде ашылып кетпес үшін барлығын осылай жасап аламыз. Кейін құрметті көрермендер, барлық булочкамызды, яғни картошкадан булочка, сыр қосылған. Бұл сіздерге айтқанда печеный булочка деп айтсам да болады, печеный пирожки ретінде жесеңіздер де болады. Енді жаңағы қалған жұмыртқамыздың ағын жақсылап езіп алып, осының бетіне жағып шығамыз. Енді бетіне қарап кунжутымыз себеп піссінді. Кунжут ұнатпаймын дейтіндеріңіз, мак бар ғой, кәдімгі мак сепсеңіздер де болады. Мінекей құрметті көрермендер, түріне қарасақ енді керемет болып тұр. Мінекей қараңыздар, көрсетіп алайын сіздерге. Мінекей. Енді осы жасаған булочкаларымызды духовкада 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, біздің бүгінгі жасаған булочкамыз, картоппенен булочкамыз дайын. Қараңыздар, қандай керемет шыққан. Өзі сондай жұмсақ болып піскен. Ал ондай болса, біз бүгінгі булочкамыздың дәмін көрейік. Бісміллә деп. Асты қытырлап тұр енді. Бісміллә. Булочканың тестасы қытырлап тұр. Бетіне май жағып қойып қойсаңыздар, біраз уақыттан кейін тесталарыңыз, қамырларыңыз жұмсарады, өте дәмді болады. Менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды қалдырып кетіңіздер, ол мен үшін өте маңызды. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, келесі кездескенше.